Бұл өмірде қайтып келмейтін 3 зат бар дейді. Ол уақыт, айтылған сөз және де мүмкіншілік. Сондықтан достар, осы 3 затты жіберіп алмайық. Мен мүмкіншілік туралы бір жақсы бір сөз айтып кеткім келіп тұр. Джон Рокфеллер деген первый долларовый миллиардер за всю историю человечества. Состояниесі, қазіргі состояниесі 340 миллиард доллар. Соның бір күшті бір сөзін айтып кеткім келіп тұр. Мен орысшасын тыңдадым, бірінші орысшасын айтесің, қазақшаға переводтап беремін ғой. Сол миллиардердің мынандай сөзі бар: общайтесь дейді. Необщительные люди редко добиваются успеха, потому что возможности и деньги приходят нам от других людей дейді. Сондықтан достар, бұл жерде мағынасы айтып кеткендей, басқа адамдармен сөйлесіңдер дейді. Жаңағыда кішкене общительный болыңдар. Возможность, мүмкіншіліктер басқа адамдардан келеді, ақша басқа адамдардан келеді дейді. Былай қарасаң логично, но ойлансаң, иә, рас солай. Мен өз өмірімнен бір пример айтып кеткім келіп тұр. Осы сөздің реальный подтверждениясын. В общем, 2020 жылы мен андай видеомонтажбен айналысып жүргем. Енді видеомонтаж істеп жүрген соң маған енді не клиент керек болды. Инстаграмда жаңағындай подписчиктер жоқ деген сияқты бизнес страничка ғой типа. И сосын мен блогерларға не жібердім, рассылка, короче, 5 блогерға жібердім. Жаңағыдай солардың видеоларын күшті қылдырып не жасап бердім, монтаж жасап бердім. Енді сосын ұнаса сторисқа выкладывать етіп, мен атын жетіп қойсыңдар. И сосын, короче, сол блогерлардың біреу жауап берді, Камила деген қыз, блогер. Сол уақытта инстаграмда 120 мың подписчик па сондай болған. Сол сторисқа шығарды. Сторисқа шығарғаннан кейін кішкене клиент келе бастады, но ең бастысы маған бір күшті возможность келді. Короче, сол стористы анау кім iOfficial деген Айгерім деген қыз сол стористі көріпті. Сол стористі көріпті да маған жазды жаңағы дайректқа, осы жаңағы не туралы, монтаж жайлы. Маған жазды, сұрады. И сосын біз сөйлесіп кеттік, короче. И сосын мен оған айттым, мен, короче, YouTube-пен айналысам. Менде YouTube канал бар, 143 мың подписчик, Click Movie деген мықты канал, короче, қазақстанская аудитория. Соны предлагать еттім, в общем, Айгерімге. Сатып аласың ба деп. И сосын Айгерім ойланып көрем деді. Сосын оның жаңағы ол блогерлар ғой. Олар ол кезде миллион подписчик болған ол кезде. Ода. И сосын Жасик деген блогерге предлагать еттім. Олар бірге жүреді ғой, как бы вместе двигается деген. Сосын жаңа Жасикқа предлагать етіп, сосын Жасик менімен хабарласты, сөйлестік, звондастық. Мен сосын жаңағы, в общем, сататын болдым оған. Мен Қарағандыда отырамын, олар ол кезде Шымкентте болған. Сосын Шымкентке, короче, мен келдім. Солармен кездестім, сөйлестім. В общем, сосын каналды саттым миллион теңгеге. И именно сол моментте мен түсіндім ше, өзім на практике дейді ғой. На практике реально түсіндім, что мінекей мына адамдармен сөйлескеннен жаңағы общениедан реально возможностьтар келді. И бұл жерде общение дегенде анау қазір адамдар көп қой, андай пустой адамдар да болады, андай көп сөйлейтін адамдар да болады, мысалы бет алып жүрген адамдар болады, мысалы ондай жаңағы общайтесь деген ондай адамдар емес, нужный адамдармен сөйлесу керек, жаңағындай мысалы успешный, жаңағындай солардың возможность келетін деген сияқты. Мысалы успешный адамдар бай адамдардан возможность келеді негізі. Ал андай жаловаться ететін андай неудачниктардан олардан проблема келеді, олар қарызға ақша сұрайды деген сияқты. Есіме түсіп кетті, бір телеканал Билл Гейтсті неге шақырған ғой, Билл Гейтсті білесіңдер ғой, долларовый миллиардер. Передачаға шақырыпты. И сол передачада мына жерде Билл Гейтс отыр, мына жерде журналистка отыр екен. И журналистке Билл Гейтстен сұрапты: в чем секрет вашего успеха? Қалай сіз бай болдыңыз, қалай миллиардер болдыңыз деп. Сол кезде Билл Гейтс қалтасынан не алып шығыпты, чековая книжка. И айтыпты: сізге қанша доллар керек, мен сізге қазір жазып берем депті. То есть я вам пропишу чек депті, реальный ақша. И сол кезде жаңағы журналистка айтыпты: сіз мені дұрыс түсінген жоқсыз, мен сізден ақша сұрап тұрған жоқпын, мен просто сіздің секрет успехіңізді білгім келіп тұр, қалай бай болдыңыз деп. И сол кезде Билл Гейтс айтыпты: мен бай болдым, өйткені мен осындай мүмкіншілікті жібермеймін депті. Сен только что мына жерде мүмкіншілік жіберіп алдың. Ты только что могла бы стать самой богатой журналисткой во всем мире деп айтыпты. И вот міне живое подтверждение мүмкіншілікті жібермеу керек.